Шымкентке Ауғанстан Ислам Республикасынан арнайы делегация келді. Облыстық кәсіпкерлер палатасында өткен бизнес форумда ауғанстандық кәсіпкерлер біздің өңірдің инвестициялық мүмкіндіктерімен танысты. Және алдағы уақытта астық өнімдерін сатып алу мәселесіне мүдделі екендіктерін жеткізді. Жаңа сатыдағы іскерлік байланыс турасында тілшіміз баяндайды. Осыдан 6 ай алдын біздің өңірдің кәсіпкерлері Ауғанстанға сапарлап қайтқан еді. Бүгінгі кездесу сол әріптестіктің жемісі. Шетелдік бизнесмендер астық өнімдеріне қызығушылық танытып отыр. Ауғанстандағы ахуал осыған күш салуды міндеттейді. Өйткені қырғиқабақ майданнан енді ғана еңсе тіктеп келе жатқан ел үшін ең алдымен азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жағы маңызды. Ауғанстан қазір көп салалардың дамуына ден қойып келеді. Қазақстанның экономикалық саладағы жетістіктері бізге үлгі. Бүгінгі кездесудің біз үшін маңызы бөлек. Оңтүстіктің азық-түлік саласынан бөлек, құрылыс саласында да жеткен жетістіктері көп. Әріптестігіміз жақсы жемісін береді деген ойдамын. Балық Ауғанстандағы 30 миллионға жуық халқы бар аймақ. Сауда-экономикалық айналымы жақсы жолға қойылған. Алайда ауыл шаруашылығы, тау-кен өндірісі, тоқыма және құс шаруашылығындағы инвестициялық мүмкіндіктерін әлі пайдалана қоймаған. Ал бізде бұл салалар кең қанат жайған. Екі жақты әріптестікке де негіз болып отырған осы жайт. Оңтүстіктің бұл тұста ұтары мол, экспорттың әлеуеті артады. Ең бірінші мақсаты біздің азық-түлік саласында, құрылыс саласында, фармацевтика саласында кәсіпкерлер дамытып, экспорттың потенциалын дамытуға осындай кездесу өткізіп отырмыз. Бүгінгі кездесуде Афганистаннан 20 шақты кәсіпкер қатысып жатыр. Енді бүгін ниеттеніміз біраз келісімшартқа отырып, бүгіннен бастап, ертеңнен бастап уже Афганистанға біраз тағамдар, біраз товарлар экспортқа кететін ниетіміз. Форум барысында оңтүстіктің жетекші кәсіпорындары өз өнімдерін көрсетті. Мәселен, облысымыздағы күріш өндіретін астық сауда жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ауғандық Юсуф Халими компаниясына 10 мың тонна өнімін жеткізетін болды. Бір ғана бизнес форум аясында тараптар құны 100 миллион ақш долларын құрайтын меморандумға отырды. Ауғандық кәсіпкерлер алдағы уақытта құрылыс және жанар-жағармай саласында бірқатар келісімдерге қол жеткізуді көздейді. Гүлсара Тұрарбек, Руслан Тілеубердиев, Бақыт Байларов, Оңтүстік ақпарат.